Достар, баршаңызға сәлем. Сіздерге тізеге лимон шырынының пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Осыдан біраз уақыт бұрын бір орында сәл отырып тұрсам, балтырдан саныма дейін жіңішке бір шаншу қадалып, соның салдарынан тіземді толық жаза алмай ақсаңдап қала бердім. Тіпті 2 минут тізе бүккеннің өзінде қылта тартылып қалатын. Оған қыздыратын маз жағып уқалағаннан да пайда болмады. Менің отырып тұрғаннан кейін ақсаңдап қала беретінді байқаған бір әріптесім одан жазылудың оп-оңай тәсілін айтты, деп жазады «Ауырмаңыз» газеті. Бастапқыда сенбеген едім, жасап көрген соң тиімділігіне көзім жетіп алғысымды айттым. Лимонды жапырақтап турап, соның бір жапырағын кешке ұйқыға жатарда өкшеден бастап балтырдың үстіне дейін уқалай отырып лимонның шырынын сіңдіре жақтым. Бір апта бойы осылай істеп, бір айға созылған азабымнан арылдым. Сөйтсем, лимон шырыны қылтадағы тартылып қалған сіңірді жұмсартады екен. Сосын тізенің керіліп созылуы жақсарады. «Ауырмаңыз» газетінен алынған. Достар, маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.